Сәлем, сендермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Сіз маған қандай адам екеніңізді айта аласыз ба? Сіз жасаған барлық нәрсе әрқашан ең жақсы нәрсе деп ойлайсыз ба? Кейбір мұғалімдер тек өз пайдасы үшін бірдеңе жасайды, бірақ ешқашан нақты біліммен бөлісуді ойламайды. Енді біздің әңгімеміздің басында біз мұғалімнің мектеп кешіне кіріп, барлығын қорқытып, үлкен мылтық атып жатқанын көреміз. Сондықтан біз өткенге оралуымыз керек. Барлығы оқушылардың ата-аналарының қолдауымен басқарылатын мектепте болды. Осылайша барлық мұғалімдер оқушыларға байсалды болып көрінді, тіпті оларды күн сайын қарсы алу үшін тұру керек еді. Алайда мұғалімдердің бірі Аун бұл әрекетті ұнатпады. Bir қарағанда бәрі мұғалімге аз құрмет көрсететін сияқты көрінді. Туды көтеру жиналысы кезінде мектеп директорының орынбасарын таңдау жоспарланған болатын, өйткені үлкені зейнетке шықпақ болған. Сондай-ақ ең сүйікті мұғалімді таңдау үшін сауалнама жүргізілді. Егер қандайда бір мұғалім үлкен қолдау мен сайлаушылардың дауысына ие болса, ол Сингапурға жолдамалар еді. Танымал мұғалім Пим әдеттегідей сабақ берсе, Чин есімді бай адамның ұлы шәкірт Пим мұғалім мен басқа мұғалімдердің ата-аналар қауымдастығы, әсіресе оның ауқатта кесі демеушілік ететін лагерге баруына қызығушылық танытты. Осыдан кейін мұғалім дәрісті үзіп сапар тарихын айтып берді, және барлық студенттер бақытты болды. Сондықтан олар телефонмен сөйлесіп, жеңіл тағамдар жеп, дәріс кезінде көңілді әңгімелесті. Ол сабақтың соңына дейін саяхат туралы айтты. Содан кейін ол онымен кешкі сабақтары бар, барлық оқушыларға кешікпеуді және сабақтан қалмауды айтты. Өйткені оның сабақтар мектептегі емтихан жұмысында көрсетіледі. Келесі сабақта Аун мұғалімінің кезегі келді, және барлығы мұғалімнің қатаң оқыту стиліне наразы болды. Екінші жағынан, ол сыртқы нәрселер туралы айту студенттерге әсер етеді деп сенді. Осы сыныпта оқуға ең ынталы Нанадан басқа барлық оқушылар скучно болып отырды. Мұғалім Аун оның оқыту стилі ең жақсы екеніне сенімді болды, және оны бірде-бір оқушы бағаламау керек. Осыдан кейін мұғалімдердің ең танымал сауалнамасы 136 дауысқа ие болған Пим мұғалімінің қолында болды, ал Аун тек бір дауысқа ие болды. Бірақ оның мұқият оқытуы студенттерді қуанту және олар оған дауыс береді деп ойлады. Осылайша ол студенттерге керемет білім бергісі келді. Өкінішке орай, директор бұған мән бермеді. Оның орнына ол оқушыларды қалай бақытты ету және ата-аналарынан қолдау алу туралы ойлады. Ол оның сабақ беру тәсілін өзгерткенін қалады, бірақ ол мүлдем келіспеді. Мектеп директоры Аундан күйеуі туралы да сұрады, бірақ ол баласымен бірге жайлы және еш қиындықсыз өмір сүретінін, ал күйеуінің оның өміріне ешқандай қатысы жоқ екенін айтты. Бөлмеге кірген мұғалім екі мұғалімнің Аун туралы сөйлесіп тұрғанын көрді. Кейінірек Аун жанында отырған ер мұғалім де күйеуі туралы сұрады. Ол оқушыны жүкті етіп, оны және баласын аяусыз тастап үйден қашып кетті. Мұғалім Аун бұл әңгімеге қатты ашуланды, сондықтан ол ашуланып мұғалімнен тоқтатуды өтінді. Ол оған жеке өмірі туралы алаңдамауын айтты. Ол білім беру жүйесін қалай жақсартуға болатындығы туралы ойлануы керек деп жалғастырды. Біраз уақыттан кейін Нанна кірді, және ол мұғалімнің осы мектепте оқушылардың білімін жақсарту ниетіне таң қалды. Ол мұғалімді оның мақсаттары ең жақсы деп ойлауға мәжбүр етіп, үлкен мақтау айтты. Ол үйге келгенде, ұлы одан үй тапсырмасының дұрыс нұсқасын табуды өтінді. Бірақ мұғалім ұлына бұл жауаптар туралы алаңдамауын және оларды өзі шешуі керегенін ескертті. Ол ұлына оның білімі басқа біреу сияқты пайдасыз болмайтынын үйретті. Ол әдейі баласының қабілетсіз күйеуі сияқты аяқтағанын қаламады. Мұғалім сатушыға қарсы қазір ол дүкенде бірдеңе сатып алды, бірақ сатушы оған 50 тиын жетіспейді деп ескертті. Ол мұны талап еткенде, сатушы оған 50 тиын болмағандықтан оның орнына бір бат берді. Мұғалім Аун ренжіп, мектепті қайда бітіргенін сұрай бастады, өйткені оның мінез құлқы нашар болды. Осы уақыт ішінде Нанна дүкенде тұрып, мұғалімді қуана бақылап отырды. Мұғалім балаға қарсы ол үйге оралып, тамақ ішуге отырғанда ұл әкесін қатты сағынатынын айтты. Содан кейін ол қатты ашуланды. Ол баласына жылағанша тұншығып айқайлады. Ол баласының пайдасыз күйеуі туралы ойлағанын қаламады. Содан кейін ол қайғылы түрде баласынан онымен бірге болуын өтінді. Ертесінде оның сабағында студенттер тобының ұялы телефондарына бір түрлі хабарлама жіберілді. Ол тексеруге барып, күйеуінің қауесетке байланысты алынып тасталғаны туралы жаңалықты көрді. Найзағайдың жылдамдығымен мұғалім есінен танып, бүкіл бөлмеге айқайлап есін жоғалтты. Ол оянған кезде мектеп директоры оның психикалық денсаулығына алаңдап, үзіліс жасауды өтінді.
Бірақ мұғалім мұны әлі де жоққа шығарды, өйткені оның қымбат мақсаты сол мектептегі оқыту әдісін өзгерту болды. Алайда мектеп директоры бұл жоспарлардан қатты бас тартты. Осыдан кейін Нанно тағы да ауыл мұғаліммен кездесті және қазіргі нашар білім беру жүйесін өзгерткісі келген ауыл мұғалімінің қабілетіне неге қызығушылық танытпайтынын жоғары бағала. Егер мұғалім осы мектеп директорының орынбасары болса, онда барлық оқушылар жақсы білімге ие болады деп қосты ол. Нанно бітіргеннен кейін ол бөлмеден шығып, мұғалімді психопат болуға мәжбүр етті. Психопат ретінде ол директормен жұп ретінде әрекет ететін Пимге түсініксіз қарап сыныптан шықты. Содан кейін ол күйеуінің Нанноға ұқсас студентпен қарым-қатынаста болғанын білді. Қарсы тұра алмай, ол қалам алып күйеуін пышақтап өлтірді. Бірақ оның көргенінің бәрі елес болды. Ол шын мәнінде бай адамның ұлы Чинді пышақтап тастады. Бұл жағдай бүкіл мектепте қорқынышты айқай тудырды. Осыдан кейін директор мұғалімді мектептен шығарып, оған таңдау қалдырмады. Мұғалім Аум өз кабинетінен шыққан кезде, ол мұғалім Пимнің оқушыларға емтихан жұмысына ешқандай түсіндірмесіз жауап бергенін көрді. Нанно мұғалімдерді берілмеуге шақыруды жалғастырды. Егер ол бас тартса, бәрі сәтсіз болар еді. Нанно мұғалім Аумға осы мектептегі білім беру жүйесін жақсартуға ұмтылу керек деп сендірді. Ол үйге оралғанда әлеуметтік желілерде оқушыға пышақ соғып жатқан видеоны көрді. Әрең келісе отырып, барлығы бейнеге ең нашар сөздермен түсініктеме берді. Белгілі бір дәрежеде ол қайтадан жаңғаққа айналды және күйеуі үйден кетіп, ұлы әкесімен бірге тұрғысы келгенде өткенді қайта елестетеді. Содан кейін ол ұлын жастықпен тұншықтырды. Сонымен мектепте сөйлескен екі мұғалімге оралсақ, олар баласынан айырылу туралы айтты. Мектеп директоры Аум оған және оның баласына ол қайтыс болған кезде, бәрі жақсы екенін айтқан кезде қатты таң қалды. Содан кейін Аум мектеп кешіне дайындалып, мұңды үйінде жалғыз қалды. Мектепке келетін болсақ, бәрі қатты қуанды. Үздік студенттер марапатталды, ал олардың бағасы есептен шығару нәтижесінде алынды. Директордың жаңа орынбасарының атын жарияламақ болған. Кенеттен Аум бөлмеге кіріп, оның қатысуымен бәрі шатасып кетті. Бір сәтке ол мылтықты тартып алып, бөлмедегі барлық адамдарға ешкімді артта қалдырмай қатты оқ жаудыра бастады. Түсірілім аяқталғаннан кейін Нанно пайда болып, осыған ұқсас көптеген мектептер бар. Сіз не істейсіз? Мұндай әрекеттер әлемді өзгерте алады деп ойлайсыз ба? Мұғалім Аум Нанноға дұрыс бағыт берген үшін алғыс айтады. Нанно бетіндегі эмпатияны бейнелеп, Нанноны атқысы келген мұғаліміне оқ алды, өйткені ол өзін күйеуінің қожайыны сияқты сезінді. Содан кейін Нанно, ал қалғандары ше? Сіз оларды не үшін өлтіресіз? Мұғалім Аум мұны олардың білім беру жүйесін бұзуына жол бермеу үшін жасады деп жауап берді. Нанно мұғалім Аум жай ғана сәтсіздікке ұшырағанын әшкереледі және бұл сәтсіздікті білім беру жүйесін және оның айналасындағы басқа адамдарды кінәлау үшін пайдаланды. Ол әрқашан істеп жатқанның бәрі дұрыс деп ойлады, бірақ ол өзімшіл болды. Кейде өздерін дұрыс деп санайтын адамдар әлемдегі ең аянышты. Ақыры Нанно сыныптан шығып кетті, ал мұғалім бәрі үшін бәрін істеп жатқанын айтты. Видео соңына келіп қалдық. Әр адам жақсы білімге қол жеткізе алады, бірақ өзгеріс уақытты, назар аударуды және түсінуді қажет етеді.